сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге QR-код арқылы тапсырма жасауды көрсететін боламын. QR-код тапсырмасын жасау үшін Google поискқа QR Miner деп жазасыздар. Поисктан шыққан ең бірінші сайтқа кіріп, ссылка деген бөлімді таңдайсыздар. Оның ішіндегі URL адресқа өзіңіздің тақырыпқа байланысты YouTube-тан видеоролик жазып аласыздар. Ол үшін YouTube каналына кіріп, өзіңізге керекті тақырыптың атауын поискқа жазасыздар. Мысалы, мен Мұқағали Мақатаевты жаздым. Өзіңізге керекті видеоның үстін басып, видеоның төменгі жағындағы поделиться бөліміне барып, скопировать етіп, көшіріп аласыздар. Одан кейін 4 бағандағы карточка дегенді таңдайсыз, сөйтіп загрузить фото деп медиатекаға кіресіздер. Медиатекаға мен өзім Мұқағали Мақатаевтың суретін сақтап қойғам. Сол Мұқағали Мақатаевтың суретін алып кеп қоямын. Сол кезде менде осындай QR бар дайын сурет шығады. Осылай 2 скачат бөлімі тұрады. Соның ішіне скачат пленка дегенді таңдайсыздар. Содан сіздің суретіңіз сақталады. Менде загрузкеде сақталады. Одан кейін ол сақталған суреттен біз тапсырма құрастырамыз. Ол үшін барлығымызға белгілі PowerPoint программасын ашамыз. Экран беті ашылғаннан кейін дизайн бөліміне барамыз. Сол жердегі размер слайда бөлімін басып, ол жерден өзімізге керекті А4 белгісін басамыз, және ескеретін жайт альбомныйды книжныйға айналдырып аламыз. Өзімізге қажетті бөліктерді тазалап аламыз. Қажетті суретті вставка бөлімінен кіріп, таңдап аламыз. Мен өзім Мұқағали Мақатаевтың суретін загрузкеге сақтап алғам, сол суретті әкеліп орнатамын. Ары қарай қандай тапсырма беретінімізді жазып қоямыз. Мысалға, мен бірінші топтағы оқушыларға тапсырма деп жазып қоямын. Ал сіздер осы QR-ды таңдатып болғаннан кейін тапсырма жұмыстарын белгілеріңіз келсе, астына тапсырма жұмыстарын жазып қойсаңыздар болады. Әркім өзінің идеясына байланысты жазып қоюға болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Мен әрдайым бақылап отырыңыздар, сіздерге керекті ақпараттарды салып отыратын боламын.